Қазақта ешбір ұлтта жоқ 9 әріп бар. Түрік халықтары қазақ тілін үйренсең 30-40 түрік халықтарының тілін тез меңгересің дейтін сол. Бізде бар нәрсе өзбекте жоқ, бізде бар нәрсе қырғызда жоқ, бізде бәрі қазығы қазақтың тілінде. 9 әріп. Ә, Ү, Ү, О, Қ, Ғ, Ң, Х, Э деген. Соны есептесең 9 әріп екен. Ахметтің сол 9 әріптен айырылмау керек дейтіні сол. Бір дыбысты 2 таңбамен бермеңдер дейтіні сол. Сондықтан да біздің осы бұл енді қазақ тілін үйрену үшін емес, қасиетін білу үшін керек нәрсе. 9 әріп пен 9 цифрды салыстырсаң кез келген адам ойланады. Шынымен мына 9 әріп цифрмен миллиардтарды айналдырып отырған кезде неге біз мынадай соған сәйкес келген 9 әріппен әлемді аузымызға қарататын тілге айналмасқа?